Атадан қалған асыл сөз. Үш жұрт. Жігіттің үш жұрты бар. Өз жұрты, қайын жұрты, нағашы жұрт. Халық арасында мұны өз жұртың күншіл, қайын жұртың міншіл, нағашы жұртың сыншыл деп те мәтелдейді. Яғни ағайын бар болсан көре алмайды, жоқ болсан бере алмайды. Жақсы болсан күндейді, жаман болсан жүндейді. Қайын жұртың қолыңның ұзындығына қарайды, жағанның қызылдығына қарайды. Берсен жағасын, бермесен дауға қаласын. Нағашы жұртың жақсылығына сүйсінеді, әрқашан тілеуінді тілейді, тілеуқор болады. Үш қуат. Ақыл қуат, жүрек қуат, тіл қуат. Үш ғайып. Ажал ғайып, қонақ ғайып, несібе ғайып. Үш арсыз. Ұйқы арсыз, тамақ арсыз, күлкі арсыз. Үш даусыз. Мінез, кәрілік, ажал. Үш қадірсіз. Жігіттік, денсаулық, жақсы жар. Үш жамандық. Нақа қан төгу, кісі малын нақа қалу, атадан қалған ескі жұртты бұзу. Үш жақын. Жан тәтті, мал тәтті, жар тәтті. Үш көз. Су анасы бұлақ, жол анасы тұяқ, сөз анасы құлақ. Үш тоқым. Ақыл, арқан, ой өрісі, адам қазық. Төрт кітап. Таурат, Мұсаның кітабы, Зәбір, Дәуіттің кітабы, Інжіл, Исаның кітабы, Құран, Мұхаммедтің кітабы. Төрт қылыш. Хамхан, Сәмзан, Зұлқожа, Зұлпықар. Дүниенің төрт бұрышы. Шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстік. Жеті жұрт. Құрғақшылық, жұт, мал қырылу, өрт, оба, ауру, соғыс, топан су, зілзала, жер сілкіну. Жеті жоқ. Жерде өлшеуіш жоқ, аспанда тіреуіш жоқ. Таста тамыр жоқ, тасбақада талақ жоқ. Аллада бауыр жоқ, аққуда сүт жоқ, жылқыда өт жоқ. Жеті жетім. Тыңдамаған сөз жетім, кеусіз тозған бөз жетім. Иесіз қалған жер жетім, басшысы жоқ ел жетім. Аққу қассыз көл жетім, жерінен айрылған ел жетім. Замандасы қалмаса, бәрінен де сол жетім. Жеті ғалам. Жеті ғалам қазіргі заманда дүние жүзі, бүкіл әлем дегенді білдіреді. Мұнда жетіде сандық мәні жоқ. Байырғы кезде бұл термин халықтың әлемі туралы өте ерте кездегі мифологиялық түсінігін бейнелеген. Бұл түсінік бойынша жеті саны негізгі жеті бағытты білдіреді. Олар дүниенің төрт бұрышы: күншығыс, күнбатыс, түстік, терістік, аспан, жоғары ғалам, жер орта ғалам, жер асты төменгі ғалам. Жеті қат көк. Жеті қат көк тіркесін қазіргі қолданысымыз шырқау биік, шексіз аспан деп мәнінен айырылған. Жеті қат көк байырғы шығыс астрономдарының кеңінен қолданылған термині. Мұндағы жеті саны жеті жұлдызға сәйкес келеді. Ай, Меркурий, шолпан, күн, қызыл жұлдыз, Марс, Мүштари, Юпитер, Сатурн. Осы жеті шығыс астрономиясында жеті қат көк деп аталады. Жеті ғашық. Халық аузында оның өлең жырлары мен ертегі эпостарында ежелден айтылып келе жатқан жеті ғашық сөзінің түп төркіні шығыс елдеріне аңыз, дастан болып тараған. Ғашықтық хикаяларымен сабақтас. Бұл фразеологизм сабақ қазақ ауылдарының шығыс әдебиеті мен ежелден келе жатқан үрдісі үзілмеген байланысын аңғартатын тілдік дерек. Өзге де шығыс шайырлары тәрізді қазақтың ақындары жеті ғашықтық жырға қосып дастан жазған. Олардың тыңдаушылары жаттап, кейде жазып алып, елден елге таратып отырған. Қазақтың жыршылары мен ақындарының шығармасында екі нұсқада кездесетін жеті ғашыққа мыналар жатады. А. Ләйлі Мәжнүн, Жүсіп Зылиқа, Фархат Шырын, Тахир Зухра, Арзу Қамбар, Уәлік Ғафра, Уәқи Күлшай. Ә. Ләйлі Мәжнүн, Жүсіп Зылиқа, Фархат Шырын, Бахрам Күләнда, Сейпіл Мәлік Жамал, Боз жігіт Анула, Зияда Хорлы.
Бес қару: садақ, мылтық, найза, қылыш, айбалта. Бес асыл, бес дұшпан. Бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, өсек өтірік, мақтаншақ, еріншек бекер, мал шашпақ. Бес дұшпаның білсеңіз, талап еңбек терең ой, қанағат рақым ойлап қой. Бес асыл сөз көнсеңіз. Бес парыз: Құдайдың бірлігі мен Махамбеттің пайғамбарлық қасиетін мойындау. Намаз оқу, ораза ұстау, қайыр садақа беру, иман және ихсан. Жеті шәріп, жеті әулие: Мекке шәріп, Мәдина шәріп, Бұхар шәріп, Шам шәріп, Қатым шәріп, Құдыс, Мысыр шәріп, Кәллам шәріп, Құран. Жеті қазына: ер жігіт, сұлу әйел, ақыл білім, жүйрік ат, Құран бүркіт, берен мылтық, жүйрік тазы, ит. Жеті ата: ата, әке, бала, немере, шөбере, шөпшек, немене. Жеті жарғы: әз тәукенің заңдары. Бірінші жарғы: көтеріліс жасап, бүлік шығарған кісілерге өлім жазасы бұйырылсын. Екінші жарғы: түркі халқының мүддесін сатып, елге опасыздық еткендер өлім жазасына бұйырылсын. Үшінші жарғы: мемлекет ішінде жазықсыз кісі өлтіргендер өлім жазасына бұйырылсын. Төртінші жарғы: өзге біреудің әйелінен зинақорлық жасап, ақ некені бұзушыларға өлім жазасы бұйырылсын. Бесінші жарғы: өреде тұрған тұсаулы жүрген сәйгүлік атты ұрлаған кісіге өлім жазасы бұйырылсын. Алтыншы жарғы: төбелесте мертігудің түріне қарай төмендегіше мүлікте күн жаза төленсін. А. Біреудің көзін шығарған кісі айыпқа қызын береді, ал қызы жоқ болса, қыздың малын береді. Ә. Төрт мүшенің бірін мертіктірген кісі айыпқа ат береді. Жетінші жарғы: ұрланған жылқы өзге де құнды мүлік үшін 10 есе артық айып төлесін. Міне, 17 ғасырда өмірге келген әз тәукенің жеті жарғысының негізгі баптары осындай. Алайда оның негізгі ежелгі түрік мемлекетінде 16 ғасырлар ортасында туған болатын. Жеті күн: бүгін, ертең, бүрсігүн, арғы күн, ауыр күн, соңғы күн, азына. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі.